Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып тасымал және буын. Тасымал сөздің жолға сыймаған бір немесе бірнеше буынның келесі жолға бөлініп жазылуы тасымал деп аталады. Тасымалдауға болмайтын жағдайлар. Біріншіден, тек бір дауысты дыбыстан тұрған ашық буынды тасымалдауға немесе жолда қалдырып кетуге болмайды. Мысалы, ата, армия, асау. Екіншіден, бір буыннан тұратын сөзді тасымалдауға болмайды. Мысалы, төрт, салт, жұрт деген сөздер. Үшіншіден, қысқарған сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысалы, қазму, қайыр, тымады. Төртіншіден, аты және әкесінің аты қысқартылып, басқа дыбысы ғана жазылғанда фамилиясынан бөлініп тасымалдауға болмайды. Мысалы, Жұмабаев, Мусин, Әуезов. Бесіншіден, қысқарған өлшем бірлігін саннан айырып тасымалдауға болмайды. Мысалы, 15 см. Буын сөздегі бір дауыстының дауысты мен дауыссыздардың дауыс толқынымен бөлшектеніп айтылатын тобы буын деп аталады. Енді буынның түрлерін қарастырайық. Буынның түрлері ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Ашық буын, яғни бір дыбысты, мысалы ата, әке, апа. Екі дыбысты бала, қалаға. Келесі тұйық буын, яғни екі дыбысты. Мысалы от, ет, ат, ер. Үш дыбысты ант, өрт, ұлт деген сияқты сөздер. Келесі бітеу буын, яғни үш дыбысты. Мысалы тас, тіс, қыз, гүл. Төрт дыбысты, яғни қант, тарс, жұрт деген сияқты сөздер. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.